Қайырлы күн, құрметті оқушылар, сіздермен бүгін 4-ші сыныптың 56-шы сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы үш таңбалы сандарға бөлу алгоритмі. Бірінші есеп. Есепте жауаптарды өсу ретімен жазсаң, сен мәдени мұралардың қайда сақталатынын білесің. Енді и деген әріптегі 53.080-ді 18-ге көбейтейік, 955.440 болады. Және з деген әріптегі 842.751-ді 27-ге бөлу керек, 31.213 болады. Одан кейін у деген әріптегі 326-ны 23-ге көбейтейік, 7498 болады. Және 4025-ті 23-ге бөлсек, 175 болады. Енді осы шыққан мәндерді өсу ретімен жазамыз. Сонда ең кішкентайы 175, ең үлкені 955.440 болады. Олай болса, музей деген сөз шығады, сонда мәдени мұралар музейде сақталады екен. Енді екінші есеп түсіндіре отырып есепте 68.040-ты 216-ға бөлейік, 315 болады. 59.392-ні 512-ге бөлсек, 116 болады. 46.305-ті 147-ге бөлсек, 315 болады. Енді үшінші есеп, есептеп, дұрыстығын тексер, тура теңсіздіктер құр. 79.496-ны 152-ге бөлгенде 523 болады. Оны тексеру үшін 152-ні 523-ке көбейтеміз, сонда 79.496 болады. 113.122-ні 347-ге бөлсек, 326 болады. Оны тексеру үшін 326-ны 347-ге көбейтеміз, 113.122 болады. 264.410-ды 386-ға бөлсек, 685 болады. Оны тексеру үшін 685-ті 386-ға көбейтеміз, 264.410 болады. Енді теңсіздіктерді құрастырайық. Ол үшін 523 пен 326-ны салыстырайық. Сонда 523 үлкен болады. Немесе 326 мен 685-ті салыстырайық. Сонда 685 көп болады. Және 523 пен 685-ті салыстырайық. Сонда 685 көп болады. Енді төртінші есеп, есептің шартын сұрақпен толықтырып, оны шығар. Туристік бағдардың ұзындығы 480 км. Туристер автокөлікпен жүруге шешім қабылдады. Олар 85 км сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Олай болса тағы да қанша жолды жүру керек? Ең бірінші жүрілген жолды анықтап алайық. Олай болса С1-ді анықтау керек. С1-ді анықтау үшін В1-ді Т1-ге көбейтеміз. Олай болса, В1, яғни бірінші жылдамдығы 85 км сағат, оны 2 сағатқа көбейтеміз. Олай болса, жүрілген жолы 170 км екен. Енді қалған жолды анықтайық, ол үшін С2-ні анықтаймыз. Сонда барлық жолдан жүрілген С1 деген жолды азайтып тастаймыз. Сонда 480 км-ден 170 км-ді азайтамыз. Олай болса, қалған жол 310 км болады. Енді суретін салып көрейік. Мысалы, мынау барлық жүрілетін жол. Оны 480 км деп аламыз. Оның 170 км жүрді, яғни мынау С1 170 км. Жүрілуі керек. Тағы қанша жол? Сонда осы жолды анықтау керек еді. Біз оны анықтадық. Ол 310 км болды.
Енді 5-ші есеп, есепті шығар. Музейге 550 теңгеден 48 бала билетті сатып алды. Есептесу үшін ішінде 50 мың теңгесі бар банк картасы ұсынылды. Содан соң әр балаға 500 теңгеден кәдесый сатып алу керек болды. Карточкада қалған ақша кәдесыйлар сатып алуға жете ме? Бірінші, билеттің бағаларын анықтап алайық. Ол үшін 550-ге 48-ді көбейту керек. Сонда билеттің бағасы 26.400 теңге. Енді қалған ақшаны анықтау үшін 50 мың теңгеден осы 26.400 теңгені азайтамыз. Сонда картада 23.600 теңге қалады. Енді кәдесыйға қажетті ақшаны анықтайық. Ол үшін 500 теңгені 48 балаға көбейтеміз. Сонда кәдесыйдің барлығына 24 мың теңге қажет екен. Енді картада 23.600 теңге бар, ал кәдесыйға 24 мың теңге керек. Олай болса бізге 400 теңге жетпейді екен. Жауабы жетпейді. Енді 6-шы есеп, амалдар бойынша жаз және есепте. Бірінші өрнекте ең бірінші бөлуді орындап аламыз. Сонда 13.440-ты 32-ге бөлу керек. Және одан кейін шыққан санды 7-ге бөлеміз. Одан кейін көбейтуді орындау керек, және одан кейін қосуды орындау керек. Олай болса, өрнектің мәні 921 болады. Екінші өрнекте ең бірінші жақшадағы бөлуді орындаймыз. Одан кейін тағы да бөлуді орындау керек. Және одан кейін қосуды орындаймыз. Және шыққан санды 1-ге бөлу керек. Олай болса, 411 болады. Енді үшінші есепте бірінші көбейтуді орындаймыз. Одан кейін бөлуді орындаймыз. Одан кейін азайтуды, одан кейін қосуды орындаймыз. Сонда өрнектің мәні 220 мың болады. Келесі өрнекте бірінші көбейтуді, одан кейін азайтуды, одан кейін қосуды орындау керек. Ең соңынан бөлуді орындаймыз. Олай болса, жақшаның ішін орындайтын болсақ, 7020 болады. 7020-ны 90-ға бөлсек, 78 болады. Келесі бірінші жақшаны орындау керек. Одан кейін бөлуді орындаймыз, одан кейін қосуды орындаймыз. Сонда өрнектің мәні 10 мың болады. Себебі 289.632-ні 48-ге бөлсек 6034 болады да. Оған 3966-ны қоссақ 10 мың болады. Келесі өрнекте бірінші көбейтуді, одан кейін азайтуды, одан кейін бөлуді, және одан кейін қосуды орындау керек. Сонда өрнектің мәні 3318 болады. Енді 7-ші есеп, өрнек бойынша есеп құрастыр. Банк картасында 98 мың теңге бар, билеттің бағасы 308 теңге, студенттердің саны 32. Олай болса, картада қанша ақша қалды? Барлық ақша 98 мың теңге. Және одан азайтамыз, билеттің бағасын студенттердің санына көбейтеміз. Сонда 98 мың теңгеден 308-ді 32-ге көбейтіп азайтамыз. Сонда билеттердің бағасы 9856 болады. Олай болса, картада 88.144 теңге қалады. Жауабы 88.144 теңге қалды. Енді 8-ші есеп, тапсырманы орында. Нұр-Сұлтан қаласында қандай музей бар екенін анықта, кіру билетінің бағасын нақтыла, сол мәліметтерді пайдаланып есеп құрастыр. 4-ші Ә сынып оқушылары Нұр-Сұлтан қаласындағы Сәкен Сейфуллин музейіне сынып жетекшісімен барды. Билет бағасы ересектерге 400 теңге, ал балаларға 200 теңге. Егер сыныпта 27 оқушы болса, онда барлық билетке қанша ақша жұмсалды? Олай болса, сынып жетекшісі ересек адамдардың қатарына кіргендіктен, оған 400 теңге төлейміз, ал 27 оқушының әр қайсына 200 теңгеден төленеді. Олай болса, 400 теңгеге көбейтеміз. Қосамыз. 27 балаға 200 теңгеден 5400 теңге болады. Олай болса, барлығына 5800 теңге төленеді.
Жауабы 5800 теңге жұмсалады. Енді 9-шы есеп периметр мен ауданын тап. А есебінде қабырғаларының ұзындығы 25 метр болатын шаршы сыз және оның периметрі мен ауданын анықтау керек. Олай болса, периметрді анықтайтын формула шаршыда 4-ті, яғни 4 қабырғасы болғандықтан оны аға көбейтеміз. А дегеніміз 25 мм боп тұр. Сонда 4-ті 25-ке көбейтеміз. Олай болса, периметрі 100 мм болады. Енді ауданын анықтайық. Ауданды анықтайтын формула А-ның квадраты болады. Ал бұл дегеніміз А көбейту А. Олай болса, 25-ті 25-ке көбейтеміз. Сонда ауданы 625 миллиметр квадрат болады. Енді А есебі ұзындығы 30 мм, ені 55 мм болатын тіктөрт бұрыш сыз. Оның периметрін анықтайық. Олай болса, екі қабырғасын қосып, 2-ге көбейту керек. Аға В-ны қосамыз. Сонда А дегеніміз 30 мм, В дегеніміз 55 мм. Сонда 2-ге көбейтеміз, 30 қосу 55-ті. Сонда периметрі 170 мм болады. Енді ауданын анықтайық. Ауданын анықтайтын формула А көбейту В болады. Сонда 30 мм-ге 55 мм-ді көбейтеміз. Сонда ауданы 1650 мм квадрат болады. Енді 10-шы есеп, егер текшелердің қабырғасы 6 см болса, берілген фигуралардың көлемі қанша болады? Бірінші, бір текшенің көлемін анықтап алайық. Көлемді анықтайтын формула А-ның кубы болады. Сонда бұл А көбейту А деген мағына. Енді көлемін анықтайық. Олай болса, 6-ның кубы болады. Сонда 6 сантиметрге 6 сантиметрді, оған 6 сантиметрді көбейтеміз. Сонда 216 сантиметр куб болады. Бұл бір текшенің көлемі. Енді бізде осындай қанша текше бар екендігін санайық. Барлығы 23 текше. Олай болса, жалпы көлемді анықтау үшін 216-ны көбейтеміз 23 текшеге. Сонда жалпы көлемі 4968 сантиметр куб болады. Жауабы 4968 сантиметр куб. Олай болса, А есебіндегі фигураның көлемін анықтайық, оның бір текшесінің көлемін анықтап алу керек. Сонда бұл жерде де А-ның кубы болады. Ал бұл дегеніміз А көбейту А деген мағына. Енді бір текшенің көлемін анықтау үшін 6 сантиметрдің кубы болады. Немесе 6 сантиметрдің үшеуін бір-біріне көбейту керек. Сонда бір текшенің көлемі 216 сантиметр куб болады. Енді осы бір текшенің көлемін 12 текшеге көбейту керек. Олай болса, 216-ны 12-ге көбейтеміз. Жалпы фигураның көлемі 2592 сантиметр куб болады. 2592 сантиметр куб. Енді бұл 11-ші есеп болуы керек. Есептеп дұрыстығын тексерейік. 39445-ті 245-ке бөлсек 161 болады. Ал оны тексеретін болсақ, бастапқы жауап шығады. 372384-ті 432-ге бөлейік 862 болады. Және оны тексерсек, бастапқы жауап шығады. 116736-ны 256-ға бөлсек 456 болады. Оны тексеретін болсақ, бастапқы жауабы шығады.
Міне достар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.